Бүгін Орео тортын дайындаймыз. Видеоны аса лайк басып, жаңадан рецепттерін үшін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Ең алдымен қантымызды салып, жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Жақсылап әппақ болғанша араластырып алып, үстіне сұйық май және қайнатылған суды шамалы салқындатып құямыз. Ұнды, қоптышқышты, какаоны алдын ала елегіштен өткізіп алып, барлығын қосып, барлығын араластырып шығамыз. Қолмен немесе миксермен араластыруға болады. Барлығын жақсылап араластырып алып, 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минутта пісіріп аламыз. Бисквитіміз пісіріп, салқындатуға қойып, кремімізді дайындаймыз. Творожный сырға сахарный пудрамызды қосамыз. Сары майымызды қосамыз. Осындай гречный сары майды қосса, креміміздің дәмі өте керемет болып шығады. Миксермен жақсылап араластырамыз. Үстіне Орео печеньесін ұсақтап кремімізге қосып, бір қалыпты болғанша араластырып аламыз. Бисквитіміз салқындағаннан кейін тортымызды жинаймыз. Бисквитімізді бірінші коржымыз салып, кремімізді тегістеп жағып шығамыз. Екіншісінде салып, тегістеп жағып шығамыз. Тортымыздағы кольцоны шешіп алып, жан-жағына тегістеп кремімізді жағамыз. Тортымызды өз қалауларыңыз бойынша әсемдеулеріңізге болады. Тортымыз өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Видеоны аса лайк басып, жаңадан рецепт жібермес үшін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет.